Қайырлы күн! Біз бүгін мына теріс сабада қымыз жасап көреміз. Біздің ойымызша, бұл теріс сабада жасалған қымыз ағаш күбіде жасалған қымыздан жақсырақ болу керек. Себебі оның химиялық құрамы жақсырақ болады. Алдымен сабаға қоржынды құямыз. Енді сабаға ауылда келген салмауды құямыз. Қымыз жақсы болып шығу үшін оны жақсылап піспемен иін қандырып пісеміз. Бір тәулік өтті, енді біз қымыздың дайындалғанын тексереміз.